Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен меренговый рулет дайындаймын, яғни ақуыздардан ғана жасалатын рулет. Бұл рулеттің ерекшелігі сонда, бұған ешқандай ұн қосылмайды, бірыңғай ақуыздардан, белоктардан ғана дайындалатын рулет. Меренганың идеальный болып шығу үшін ол ең бірінші меренга дайындайтын ыдыстарыңыздың іші тап-таза құп-құрғақ болсын. Екіншіден, меренгаларыңыз комнатный, яғни бөлме температурасында болсын. Сосын оны миксерлеп бастаған кезде жайынан бастайсыздар да біртіндеп көбейтіп отырасыздар күшін миксердің. Және сахарный пудраны бірден қосып жіберуге де болмайды. Ал кеттік. Мен жайынан бастаймын міне. Бірінші осы бірыңғай белокты ғана, яғни ақуызды ғана миксерлеп бастаймыз. Сахарный пудраны бірден қоспаймыз. Жайынан бастап, сосын миксердің күшін көбейтіп отырамыз. Міне бізде көпіріп келе жатыр меренгамыз. Күшейте бастаймыз. Бірінші үшке бөлеміз сахарный пудраны. Бірінші бөлігін қостық. Енді осыны миксерлеп аламыз тағы да меренгамызды. Асықпаңыздар. Жақсылап миксерлегеннен кейін екінші бөлік сахарный пудрамызды қосамыз. Және миксерлеген кезде бір бағытта ғана миксерлеңіздер. Өйткені меренганы басып аласыздар. Бір бағытта ғана жұмыс істеу керек. Абайлап. Енді міне үшінші бөлігін қосамыз. Және тағы да миксерлейтін боламыз. Келесі осы меренгамыздың үстіне шым-шым лимон қышқылын қосамыз. Және тағы да жақсылап абайлай отырып, бір ғана бағытта миксерлейтін боламыз. Бұл меренгамен бір ғана бағытта ғана жұмыс істеу керек, және асықпау керек. Келесі енді бізде осы меренгамыз піскен кезде өзінің формасын ұстап тұру үшін крахмал қосамыз. Мен кукурузный крахмал қосам. Сіздерде картофельный крахмал болса, қоса берсеңіздер де болады, ештеңе етпейді. Сондықтан главный крахмал болса болды. Содан кейін оларды тағы да миксерлейміз. Крахмалмен миксерлеген кезде де абайлаңыздар, бір ғана бағытта миксерлейтін боламыз. Міне біздің қандай бізде пайда болды меренга. Осылай төңкерген кезде ол түспеу керек, жаңағындай стойки болып тұру керек та меренга, бір қалпын ұстап тұратын. Келесі противенге меренгамызды жайып аламыз. Жақсылап бір келке етіп, где-то қалыңдығы, толщинасы 1-1,5 сантиметр болады. Содан кейін алдын ала қызып тұрған 130 градустағы пеште асты да үсті де бірге қосылсын. Конвекция режимі болса тіптен жақсы. 130 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Меренгаларыңыздың үсті сарғая бастағанда ол пісті деген сөз. Меренга дайын болғанша арасына салатын креміміз дайындаймыз. Оған салқын сливкиға сахарный пудраны салып миксерлейтін боламыз. Сіздер сливкиға қоса, яғни творожный сыр қоссаңыздар да болады. Мен қосқан жоқпын. Мен бірыңғай сливкимен сахарный пудраның өзінен крем жасап, соны салатын болам арасына. Міне осындай крем пайда болды менде. Міне менде 30 минут өткеннен кейін 130 градуста менің меренгам пісіп шықты. Үсті осындай болып шығады, сарғыштанып. Енді бұны абайлап отырып, екінші орамалымызға салып аламыз. Өте абай болыңыздар. Екінші адам болса, сіздерге екінші жағына көмектесіп жерсе тіптен жақсы. Меренга әбден суыған кезде барып арасына кремімізді жағамыз. Осылай бір келкі етіп, арасына кремді қалың қып жағамыз десеңіздер де болады. Мен қатты қалың қып жаққан жоқпын. Маған жұқа қып жаққан ұнайды. Осы кремді жағып болғаннан кейін үстіне үйде қандай жеміс жидек бар, соны салсаңыздар да өте керемет болып шығады арасына. Қалауларыңыз бойынша ол киви болсын, ол банан болсын, ол шие болсын, ол құлпынай болсын. Қандай жеміс жидек үйде бар, соны салсаңыздар өте керемет дәмді болып шығады. Және орағанда да осылай орамалдың көмегімен ораған дұрыс, сонда сынбай өте жақсы оралады. Орап алғаннан кейін абайлап отырып, оны тарелкамызға салып аламыз. Салып алғаннан кейін рулеттеріңіздің бетінде қалауларыңызша өздеріңізше креммен де, жеміс жидектермен де әрлесеңіз болады. Міне біздің меренговый рулетіміз дайын болды. Дәмі өте ерекше нәзік болып шығады. Өте жеңіл десерттердің бірі. Сіздер жасап көріңіз. Өз басыма ұнады меренговый рулет.
Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.